Қайырлы күн. Бұл сабақта біз ChatGPT өнімімен танысамыз. Жалпы ChatGPT OpenAI компаниясының ең танымал өнімі. Оған ең алдымен қалай тіркелеміз? Ең бірінші, кез келген сізде Android болсын, iOS болсын, өзіңіздің Play Market немесе App Store-ға кіреміз. Осы жерге қараңыздар. ChatGPT деп тереміз. Көріп отырғанда көптеген ChatGPT-лер шығады. Бізге ең қайсысы керек? Бізге мына ақ логотипі бар, осы ChatGPT керек, OpenAI деген сөз тұру керек. Себебі бірінші көріп отырғанда бұл рекламалар кетеді, әртүрлі компаниялар жасайды, ұқсатып. Бізге керегі осы ChatGPT. Міне, ақ. Ашамыз, өздеріңіз жүктеп аласыздар. Компьютер версиясымен таныстайын. Жалпы компьютер версиясына кіру үшін Google осылай ChatGPT деп тереміз. Ең бірінші тұрған осы OpenAI ChatGPT дегенге кіреміз. Тіркелу үшін Try ChatGPT деген сөз тұр, соны басамыз. Міне бізде мынау шықты. Тіркелу үшін тағы да сізге текстік көмекке астына жазып кетемін. Қалай кіру керектігін осы жерде бір кеңес, әрдайым бір почтаны пайдаланыңыз. Немесе Gmail тұрақты, немесе mail, кез келген mail болады. Мен мысалы тұрақты түрде Gmail-ін пайдаланамын. Бұл немен мен кез келген басқа жасанды интеллект платформаларын пайдалана беремін. Өте ыңғайлы болады. Мен одан шығып кетейін, қалай тіркелуін көрсетемін, қараңыздар. Тіркелу үшін мына жерде зарегистрироваться деген батырма бар, басамын. Осы жерде өзіңіздің электронды почтаңыз көрсетесіз және продолжить деген батырманы басасыз. Менде дайын Gmail-ым бар, мына Gmail-ым тіркеліп тұр. Продолжить Google деген басамын. Мына автоматты түрде менің ChatGPT бөліміне өтті. Бұл жерде көріп отырғандай оң жағыңызда ChatGPT-дің менің іздеген промпттарым. Мына жерде ең басты бетте сіздің жазатын промпттар бөлігі. Мына жерде подписка бөлімін көрсеңіздер болады. Яғни подписка алғыңыз келсе, осы жерден ала берсеңіздер болады. Яғни обновить план дейсіз. Осы жерден алсаңыз болады. Жалпы екі қазір прайс бар, яғни плюс және про. Плюс $20 тұрады, яғни бұл жерде не бар? Бұл жерде барлық бесплатный версияларды пайдалануға болады, суреттерді, файлдарды және сообщенияларды жүктеуіңізге болады. Голосовой режим бар, видео режим бар. Одан бөлек кішкене ограниченный доступ к созданию видеосора бар, яғни сораның кейбір мүмкіндігін пайдалану тетігі бар. Жақында ғана шыққан Pro версиясы да бар, бұл айына $200. Бұл жерде барлық плюс версияның мүмкіндіктері бар. Одан бөлек өте жоғары сапада видеолар шығарып бере алады. Одан бөлек бұл да сораның кейбір бөліміне доступтары бар екен. Егер де сіз командамен жұмыс істегіңіз келсе, осы бизнес планға өтсеңіз болады. Яғни 1-2-3 адам болып, осы Team версиясын пайдаланып, айына $25 төлесеңіз болады. Енді ең бірінші ChatGPT-мен қалай жұмыс істейміз? ChatGPT-мен жұмыс істеу үшін бұл жерге пайдалы промпт жазамыз. Промпт дегеніміз, яғни сіздің қарапайым тіліңізді компьютерге түсіндіру форматы. Подсказка дейді. Промпт қалай болады? Промпт бізде сапалы промпт жазу үшін ең бастысы біз рөлді анықтап алуымыз керек, яғни біз кімбіз өзіміз таныстырып алуымыз керек. Кейін контекст кетеді, тапсырма кетеді, соңында жауап форматы кетеді. Мысалы, ChatGPT-ге қарапайым мұғалімдерге арналған промпт жазып көрейік. Мысалы, мен жазайын. Сен менің ағылшын тілі мұғалімсің, мен ағылшын тілін үйреніп жүрген оқушымын, және осы диалогтар арқылы тәжірибе жасап үйренгім келеді. Сенің басты міндетің әртүрлі тақырыптарға байланысты сұрақтар қойып, маған диалог құруға көмектесу және менің ағылшын тіліне қатысты қателіктерімді түзету.
Егер мен грамматикада сөздік қорынан емес айтылды қателіктер жіберсем, оны сыпайы түрде көрсетіп, қалай дұрыс екенін түсіндір. Егер түсінбесем, қосымша мысалдар келтіріп, нақтырақ түсіндірме бер. Сабақты қарапайым тақырыптардан бастап, менің деңгейім өскен сайын күрделірек тақырыптарға көшіп жүргіз. Сондай маған әртүрлі тіл аспектілерін, мысалы етістіктер шақтарын, сөйлемдердің дұрыс құрылымын, басқа да маңызды ережелерін практикадан өткізу үшін қосымша сұрақтар беріп отыр деген, мен мысалы дайын промпт жаздым. Осыны енгізіп көрейін. Промпт кетті, ойлануда. Мінекей жауап келді. Керемет, сабақты бастайық. Алдымен жеңіл тақырыптан бастайық дейді. Self introduction. Өзіңді таныстыру. Мен сұрақтар қоямын, ал сен ағылшын тілінде жауап беріп көр дейді. What's your name? Мықты көріп отырғанда translation'да тұр екен. Мен жазып көрейін. My name's Ғасыр. Agreed, well done. Here's the next question. Where are you from? Келесі сұрақтар болып отыр. I'm from Kazakhstan. Good attempt. Here's the correct version. I should be the capitalized and the apostrophe дейді. Should be single quotation mark to form. Яғни мына жерде апостроф болу керектігін, яғни маған қателіктерін көрсетіп отыр. How old are you дейді. Мен былай қарапайым санмен жаза салайыншы. Мысалы 25 дей салайын. Бұл маған айтады, дұрыс толық sentences, яғни I am 25 years old деген болу керек дейді. Now let's move on the next question. What do you do? Осылайша көріп отырғандай, бізде чат-бот құрылды, яғни менің тіл деңгейімді анықтау үшін осылай тапсырмалар беріп, деңгеймен өтіп тұрады. Келесі промпт жазайық. Мысалы, мен химия пәнінің мұғалімімін. Маған 8 сыныпқа арналған, мысалы кез келген тақырыпты айтсаңыз болады, ашық сабақтың, мысалы химиялық реакциялар тақырыбына ашық сабақ жаз. Сабақты 45 минутқа бөл деп промпт бердім, өзімді таныстырып өттім. Маған ашық сабақтың әр минутына дейін бөліп практикалық жұмысында көрсетіп отыр, тәжірибелік жұмысын, жалпы қорытындысын барлығын көрсетіп, маған ашық сабақтың жоспарын көрсетіп берді. Міне көрсеңіздер болады. Сабақтың мақсаты, яғни оқушыларға химиялық реакциялар және олардың түрлері туралы білім беру, химиялық реакцияларды жазу дағдыларын дамыту, сабақтың міндеттерін көрсетіп отыр. Сабақтың барысы, яғни ұйымдастыру кезеңіне сәлемдесуден бастайтын, сабақтың дайындықтарын тексеру, өткен тақырыпты қайталау деген секілді барлық тізбегімен сізге дайын ашық сабақтың жоспарын бөлісіп отыр. Дәл енді осылай, осыған орай маған сергіту ойынын ата. Осыған орай маған сергіту ойын ата. Осы сабаққа байланысты дейді. Осы сабаққа байланысты сергіту ойынын ата деп промпт жазды. Міне химия сабағына байланысты сергіту ойыны ретінде химиялық реакцияны тап ойынын ұсынуға болады. Маған дайын ойын ережесін ұсынып отыр. Яғни ойын ережесін оқушыларды 2 немесе 3 топқа бөлеміз. Әр топта реакция теңдеуін белгілі бір түрде белгіледі. Қосылу, айырылу, алмасу, орынбасу ережесімен, мысалымен, қорытындысымен беріп отыр. Егер бұл ойын көңіліңізден толмаса, тағы деген сөзді бастасаңыз болады. Сонда ChatGPT сізге тағы да ойын түрін ұсынады. Яғни шексіз ұсына берсеңіз болады бұл жерде. Мысалы, химиялық эстафета деген ойын ұсыныпты. Мысалы, бұл ойын ережесі сізге ұнамаса, тағы деген батырманы бассаңыз, сізге тағы да бір химиялық ойын ұсынатын. Бұл жерде көріп отырғанда химиялық викторинаны ұсынып отыр. Тағы да айтамын, яғни дұрыс
Промпт жазу үшін ең басты өзіңіздің рөліңізді таныстырасыз, яғни кімсіз, қандай тапсырма бересіз, қандай форматта алғыңыз келеді. Осы ережені сақтасаңыз, сізге ChatGPT жинақы ретінде дұрыс жауаптар шығарып береді. Жалпы мына обзор GPT-ге кіретін болса, бұл жерде танымал промпттар жиынтығы бар, яғни дайын промпттардың жиынтығын осындай плагиндер арқылы көрсетілген. Мына лучшее предложение деп тұр, мысалы, PDF-пен жұмыс істейтін промпттар, плагиндер, TutorMe, Crymore деген. Одан бөлек қазіргі танымал Image Generator, Write4Me, лого құратын лого Creator, Canva деген секілді плагиндер бар. Яғни плагиндер кірістірілген. Жалпы ChatGPT-дің өзінің өнімі, яғни ChatGPT командасының істеген өнімдері, мысалы DALL-E, яғни сурет генерациясын жасайтын, дата анализ, яғни кез келген ақпаратпен жұмыс істейтін, анализ жасайтын. Одан бөлек Hot Modes деген бар, Creative Writing Coach. Бұл айтатыным, бұл жерде өте көп промпттар жиынтығы бар. Өзіңізге қажет керек промпттарны осы жерден алып жұмыс істесеңіз болады. Яғни дайын промпттарды, пайдалы промпттарды бір плагинге біріктірілген. Өзіңізде мына промпт жазсаңыз болады, создать дейсіз. Осы жерден өзіңізге керек, өзіңіз ғана пайдаланатын промпттар жазып, сақтап қойсаңыз болады. Яғни өзіңізге түсіндіріп қоясыз. Мысалы, мен ағылшын тілін мұғалімін, 8 пен 11 сыныпқа беремін, маған мынандай көмектес деп промпт осы жерге жазып қойсаңыз, атын өзгертіп жазып қойсаңыз, мына жерде өзіңіздің дайын GPT промпт дайын тұрады. Яғни әрдайым бөлек-бөлек жеке-жеке окошко ашпай, чат ашпай, осыған өзіңізге кіріп, ары қарай жалғастырып кете берсеңіз болады. Жалпы жаңа чат ашқан кезде ешқашан бір чатта екі промпт, жалпы екі тапсырма бермеуіміз қажет. Себебі бұл қателікке әкелуі мүмкін. Мысалы, қарапайым тілмен түсіндіру үшін бір чатқа сіз жазасыз. Маған қазақ тілінде өлең жазып берші деп бір промпт жазыңыз. Ол ChatGPT-ге осы сұрауын жібереді, және ChatGPT оған қазақ тілінде жылдам өлең құрастырып береді. Егер дәл сол чатқа тағы да маған кеңседе жұмыс істейтін жақсы жүйелі жоспар жасауға көмек берші десеңіз, бұл жерде қателік болуы мүмкін, яғни мүмкін сізге өлең шығарып беруі мүмкін, яғни түсінбей қалуы мүмкін. Жалпы жауаптың араласуы дұрыс емес, яғни мазмұнның да шатасуы мүмкін. Сондықтан да әр тапсырмаға бөлек чат ашу үшін ChatGPT-дің жұмысын дұрыс бағытта ұстап, әр тапсырмаға жауапты тиімді әрі нақты алуға мүмкіндік береді. Яғни әр тапсырма бөлек-бөлек чат болу керек. Сонда ғана тиімді өзіңізге қажет жауапты ала аласыз. Келесі, мысалы, жалпы промпттармен нақты қалай жұмыс істеуіміз керек. Яғни бірінші нақты болыңыз. Сіздің сұрағыңыз неғұрлым нақты болса, жауап соғұрлым пайдалы болады. Қысқа, бірақ мағынасы түсінікті сұрақ құрастырыңыз. Мысалы, дұрысы, қазақ хандығының құрылу тарихы туралы қысқаша баяндап бер. Дұрыс емесі, мысалы, қазақ тарихы туралы айт. Яғни бұл жерде көп айырмашылық бар. Екіншісі, мақсатыңызды көрсетіңіз. Яғни нақты нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе, мақсатты айқын көрсетіңіз. Мысалы, кітап оқудың артықшылығы туралы эссе жазу үшін негізгі 3 аргументті ұсын. Үшіншісі, контекст беріңіз. Егер тапсырмаңыз арнайы контекстке байланысты болса, оны нақтылап жазыңыз. Мысалы, 5 жастағы балаларға түсінікті болатын деңгейде табиғаттағы су айналымын түсіндір. Бұл жерде біз нақты контекст беріп отырмыз. Төртіншісі, шектеулерді немесе талаптарды қосыңыз. Мысалы, егер жауапқа қойылатын белгі бір тараптар немесе шектеулер болса, оларды ашық жазыңыз. Мысалы, 500 сөзден аспайтын етіп, экологиялық мәселе туралы мақала жаз, эссе жаз, диплом жаз секілді, осылай ChatGPT-ге промпт жаза аласыз. Бесіншісі, мысалдармен нақтылаңыз. Егер қалағаныңызға жақын формат болса, мысал келтіріңіз. Мысалы, әлеуметтік желіде пост үшін мына стильде мәтін жаз. Күніңізді күлімсіреп бастаңыз, жаңа өніміңіз сізді қуантады. Рөлдерге бөліңіз. Егер жасанды интеллект белгілі бір рөлді ойнау керек болса, оны нақтылап көрсетіңіз. Мысалы, мен айтып өткендей,
Сен мұғалімсің, оқушыға экологиялық маңыздылығын түсіндіріп бер. Яғни рөлге бөліп отырмыз. Тағы мысал, сен бизнес кеңесшісің, жаңа стартапты бастауға қандай қадамдар жасау керектігін айтып бер. Жетіншісі, қалай деген сұрақтарды пайдаланыңыз, қолданыңыз. Егер процесті немесе шешімді білгеніңіз келсе, қалай деген сұрақты жиі қолданыңыз. Мысалы, клиенттермен қарым-қатынасты қалай жақсартуға болады? 8. Тақырыпты шектеңіз. Егер тым кең тақырып берілсе, жауап та жалпылама сипаттамаға кетіп қалады. Тақырыпты нақты тарылтыңыз. Дұрысы, мысалы, Қазақстандағы су ресурстары мәселесін шешу жолдары. Дұрыс емесі, Қазақстандағы экология. Тіл стилін анықтаңыз. Жауаптың қандай стилде болуын сұраңыз. Мысалы, ресми, бейресми, техникалық, шығармашылық. Мысалы, ресми стилде клиентке хат жазып бер. 10. Қадамдармен сипаттауды сұраңыз. Белгілі бір процестер білгіңіз келсе, оны кезең-кезеңмен түсіндіруді сұраңыз. Мысалы, стартап жобасын қалай іске қосу керектігін 5 қадаммен түсіндір. 11. Терминдер немесе ұғымдар беріңіз. Егер нақты терминдер қажет болса, оларды атап көрсетіңіз. Мәтіннің ішінде жасанды интеллект, технологиялық жетістік және болашақ экономикасы деген терминдерді қолдан. 12. Кері байланыс сұраңыз. Жауаптан кейін толықтырулар немесе қосымша мәліметтер алу үшін қосымша сұрақ қойыңыз. Мысалы, егер жеткіліксіз болса, қосымша мәлімет бер. ChatGPT-де промпт жазуда өзіңіздің басты рөліңізді көрсете отырып, контексті бере отырып, дұрыс жазсаңыз, яғни соңында қандай формат алу керектігін бәрін жазсаңыз, ChatGPT сізге дұрыс әрі нақты жауап беретініне сенімдімін. Жалпы осы.